1941 жылдың 22 маусымы таңғы сағат 4. Бейбіт заманда өмір сүріп жатқан ұйықтағы елді дабыл қаққан радио хабарлама оятты. Әуе жарылып, қала отқа орана бастады. Ал тұрғындардың көпшілігі киімін киіп те, қаруын алып та үлгермеген. Міне соғыс осылай басталды. Дәл осы күні фашистік Германия сахадай сай әскермен кеңес үкіметінің жеріне басып кірді. Салқыны сан жылдарға созылған сол бір сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл толды. Бүгінгі қоғамдық пәндер кафедрасының ұйымдастыруымен өтетін бейбіт күн тақырыбындағы тарихи әдеби сазды кешіміз Ұлы Отан соғысында құрбан болған және бүгінгі таңда ортамызда жүрген ардагерлердің құрметіне арналады. Жолшы Зияш Усмахан қызы Манап Өтебаев атындағы жоғарғы жаңа технологиялар колледжінің еті 02-19 тобының студенті. Мен бүгін айтқым келгені Ахмет Жолшы, яғни Ұлы Отан соғысының ардагері туралы. Менің атам 1909 жылы Қазығұрт ауданы Үйі ауылында дүниеге келген. Соғысынан алдын орын алған Фин соғысына 1939 жылы аттанған. Фин соғысы 39 және 41 жылдар аралығында болған. Соғысты аяқтап 1941 жылы елге оралмақшы болғанда екінші бір сұрапыл соғыс Ұлы Отан соғысының басталғаны туралы хабар жеткен. Содан бірден Ұлы Отан соғысына жолдастармен бірге аттанып кеткен. Бір ғұмырында екі соғысты бастан өткерген атамның алған жарақаттары аз емес. Бір қуантарлығы 1945 жылы жеңіс туын желбіретіп екі соғысты өткеріп елге оралған. Шаңырақ көтеріп Жұбайы Ахметова Аяшпен бірге соғыстан кейін қираған экономиканы, халық шаруашылығын қалпына келтіруге үлестерін қосқан. Істеген еңбектері үшін марапатталған. 1998 жылы 24 ақпанда дүниеден озған. Осындай батыр, қайсар ата бабаларымыздың арқасында бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне бас иеміз. Бақытына шомылған жеңіс әнге айналып барады. Сөз жоқ, Ұлы Отан соғысы 20 ғасырдың ең үлкен қасіреті. Бұл соғыс қайға келмеген бірде-бір отбасы жоқ шығар. Жеңіс күні біз тарихи мәліметтерді ақтарып, сол зұлмат заманнан қалған кейбір деректерді жіпке тізіп көрдік. Ол туралы әріптесім әрі кафедра оқытушысы Ғазиза Әлмаханқызы қазір қолда бар ақпараттармен бөліседі. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ: қазақ жерінен Майдан даласына қанша сарбаз аттанды және соның қаншасы қайтып оралмады? Қайырлы күн. Сәуле Жаңабайқызы, ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, Орта Азиядан 3 миллион жауынгер аттанды. 1 миллион 300 мыңы қазақстандықтар еді. Қан майданның ортасында болып, соғыс біткеннен кейін бар, еңсесі түсіп кеткен халықтың арасында соңғы демі шыққанша еңбек етіп жүрген сол ардагерлеріміз уақыт өте келе ата-апаларымыздың саны сиреп бара жатқан сияқты. Соңғы мәлімет бойынша біздің қатарымызда Ұлы Отан соғысының 2700-ден астам ардагері жүр. Соғыстағылар қару-жарақ пен азық-түлік, жылы киімнен тарықпауы үшін күн демей, түн демей еңбек еткен 157 мыңнан астам тыл ардагері бар. Сол кезде жасөспірім болған 487 қазақстандық концлагер, гетто мен арнайы абақтылардың азабы енді қайталанбау үшін бүгінгі ұрпаққа айтып бере алады. Арамызда 7 мыңнан астам Ұлы Отан соғысы ардагерінің жесірі жүр. Адалдықтың белгісі сол апаларымыздан үйрену керек ақ. Ұлы жеңіске қазақстандықтардың қосқан үлесі зор екені даусыз әрине. Жалпы қазақ даласынан аттанған сарбаздардың қаншасы батыр атанды? Ұлы дала елінің ұландары отанын қорғауды ең қасиетті борыш санаған. Бүгінде солай. 1941-1945 жылдар аралығында Қазақстаннан 12 атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық бригада, 7 атқыштар бригадасы, соның ішінде 2 ұлттық бригада жасақталып майданға жіберілді. Бізден майданға аттанған 500 сарбаз Кеңес одағының батыры атанды.
әрине отанын жаудан арылтамын деген ниетпен жасаған ерекше ерлігі үшін. Соның 99-ы ұлты қазақ еді. 120 жауынгер даңқ орденінің толық кавалері. Ол батырлармен теңестірілген дәреже. Ал Талғат Бегелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский 2 мәрте Кеңес одағының батыры атанған сарбаздар. Ұлы Отан соғысының сарбаздарын еліміз тәуелсіздік алған соң ескергенін де айтуымыз керек. Жалпы Ұлы Отан соғысына қатысқан 10 сарбаз тәуелсіз елдің батыры ретінде марапатталды. Сәуле Жаңабайқызы, бұлардың ерлігі бүгінгі ұрпақтың өз отанын сүюге, ұлы даланың шебін қасық қаны қалғанша қорғауға ынталандыратын басты бағыт деп білемін. Біз де солай ойлаймыз әрине. Келтірген деректеріңіз үшін сізге рахмет. Қазақтың бір туар ұлы, Кеңес одағының батыры, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы, стратег, тактик әрі жазушы Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келді. Бауыржан Момышұлы 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңындағы жаңадан жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанып, жауға қарсы шайқасады. Соғыста жүріп, өз батальонына 27 рет шабуылға бастап шығып, 5 рет жау қоршауын бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен дивизиясына аман-есен оралады. Бауыржан Момышұлы стратег және тактик қасиеттерінің арқасында ошақты, икемдік қорғаныс деген жаңа ұғымдар қалыптастырады. Менің қазіргі оқитын өлеңім Ұлы Отан соғысында бой көрсеткен әйгілі қазақ пулеметші қызы Мәншүк Мәметоваға арналады. Соғыстың дәмін тартқан зардаптарын, қыз болсақ та көтеріп салмақтарын. Қазақ қызы қаһарман Мәншүк апам есімін мақтан тұтып ардақтадым. Асынып қаруларын қан майданға, соғысқа тым бекініп сайланған ба? Ерлігімен қазақ үшін басын тікті, өз жанын сақтауды ол ойлаған ба? Шығыстың ақ шырыны топ жұлдызы, соғыстың бұйырғандай дәммен тұзы. Қазақ үшін қан майданда араласып, батырлығын танытқан қазақ қызы. Қара қағаз, қайманаға зар төктіріп қан майдан, 5 жыл бойы естілмейді жайдарлы ән. Астымдағы тепен көкті терлетіп, хабар ұша тасып жүрмін майданнан. Хат әкелсем періштемін мен деген, 3 бұл хатпен сан жүректі емдеген. Шал кемпірі балашаға жол тосып, хал сұрамай хат сұрайтын елмін. Ал бүгінше, бүгін жолым болмады. Дорбамның да батпандай боп салмағы, қара қағаз алып келе жатырмын. Оққа ұшыпты бір әулеттің ардағы. Боздақ кетті, боздап кетті арманда, тығырықтан шығармаған жол бар ма? Бір жапырақ қағаз үзіп үмітті, бір шаңырақ құлап жатыр дорбамда. Соғыс, соғыс, ылаңдатқан жер үстін, жүректердің сыбағасын беріш мұң. Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер болды. Ал жеңіс деп сүйіншілеген осы дауысты адамзат баласы 4 жыл күтті. Осы уақыт ішінде 30 жылдардың қасіреті тарих қойнауына еніп, кейінгі ұрпаққа естелік ретінде айтылуда. Алайда өткен күндердің зардабы ешқашан ұмытылмақ емес. Ұлы жеңістің 75 жылдығы құтты болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман, аспанымыз ашық болсын.